Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Бүгінгі жасайтын зертханалығымыз сабындар мен майлардың химиялық қасиеттері. Бірінші тәжірибе сабын алу реакциясы. Қажетті құрал-жабдықтар мен реактивтер: сынауық, зәйтүн майы, спирт, сілті қышқылы, ас тұзы. Ең алдымен сынауыққа аз мөлшерде өсімдік майы, яғни зәйтүн майын құйып аламыз. Оның үстіне 1 мл спиртті құямыз. Алынған қоспамызға 1 мл 35% натрий ерітіндісін қосып, қоспаны жақсылап араластырамыз. Сынауықты қайнап жатқан су моншасына 5-7 минутқа қоямыз. Сынауықты су моншасынан шығарамыз. Алынған сынауымызға 200 мл дистилленген су қосамыз. Сабын ерітіндіден бөлінуі үшін оған ас тұзының қаныққан ерітіндісін қосамыз. Нәтижесінде сынауықтың жоғарғы қабатында май түзіледі. Екінші тәжірибе сабынның суда еруі. Қажетті құрал-жабдықтар мен реактивтер: сынауық, сабын ерітіндісі. Алдын ала дайындалып алынған сабын ерітіндісін сынауыққа саламыз. Ерітіндіні штативке бекітіп, спирт шамның көмегімен қыздырамыз. Нәтижесінде сабын ерітіндісі көбіктеніп жақсы ериді. Үшінші тәжірибе сабыннан бос май қышқылдарын бөліп алу. Қажетті құрал-жабдықтар мен реактивтер: сынауық, сабын ерітіндісі, күкірт қышқылы. Пипеткамен дайындалған сабын ерітіндісінің 5 тамшысын пробиркаға тамызамыз. Оған 1 тамшы концентрлі күкірт қышқылын қосамыз. Нәтижесінде ақ түсті үлпілдек тұнба түзіледі. Ол бос май қышқылдары болып табылады. Бұл тұнбаны келесі тәжірибелер үшін сақтаймыз. Төртінші тәжірибе май қышқылдарының қанықпағандығын дәлелдеу. Қажетті құрал-жабдықтар мен реактивтер: сынауық және бром суы. Алдыңғы тәжірибеде алынған май қышқылына 2-4 тамшы бром суын қосамыз. Бірден бромды судың түсізденуі байқалады. Бұл реакция қанықпаған май қышқылының құрамына қос байланыс бар екенін көрсетеді. Өйткені қос байланыс үзіліп, бром қосылады. Бесінші тәжірибе май қышқылдарының қанықпағандығын дәлелдеу. Қажетті құрал-жабдықтар мен реактивтер: сынауық, сабын ерітіндісі, кальций хлориді, қорғасын ацетаты, мұз сульфаты. Алдын ала құйылып дайындалған сабын ерітіндісіне біріншісі кальций хлоридін қосамыз. Сабын ерітіндісі салынған екінші сынауыққа қорғасын ацетатын саламыз.
үшінші сынауыққа мыс сульфаты ерітіндісін құямыз. Мыс сульфаты ерітіндісі салынған сынауықты қыздырамыз. Бұл ретте мыс сабын жасыл сақина түрінде қалқып шығады. Егер ерітіндіде артық натрий сабыны болмаса, онда жасыл сақина пайда болмайды. Мұндай жағдайда мыс сульфатының тағы да 5% ерітіндісін қосып қайтадан қайнатады. Назарларыңызға рахмет.